Шәкәрім Құдайбердіұлы 1828 жылы туылып, 1931 жылы қайтыс болды. Ақын, жазушы, аудармашы, композитор, тарихшы және философ. Кейбір деректерде оның есімін Шах-Кәрім деп те атайды. Туған жері қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде туылды. Шәкәрім Құдайбердіұлы анық пен танық. Ойлаңыз, ақыл білім қайда болмақ, денеде қандай орын жайда болмақ. Білу, нану, ұнату ақыл ісі, қайтсе зиян қайткенде пайда болмақ. Тән сезіп, құлақ естіп, көзбен көрмек, мұрын ес, тілдәмнен хабар бермек. Бесеуінен мидағы ой хабар алып, жақсы жаман әрісті сол тексермек. Ой сонда неше толғау шимай салмақ, қайтсе жөні келер деп өлшеуге алмақ. Дәл солай қылайын деп ұнағанда, әділетті жүрегің бір қозғалмақ. Бір билік сол жүректен шығарылмақ, денеге ол шымырлап әсер қылмақ. Ойыңды дұрыс дейме, теріс дейме, сол арасын анықтап байқа бірақ. Жарайды деп ұнаса бас иземек, жек көрсе жиіркеніп тірілдемек. Жүрегіңнің тілі жоқ, ыңбал сол, ұғып алда болда көз, соған көмек.